Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая және менің ұлым Хасан. Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге 1 жасқа дейінгі балаларға арналған дамытушы ойын түрін ұсынатын боламыз. Ойын үшін бізге ең қажетті дүние фольга мен ұсақ ойыншықтар болып табылады. Ал бауымыз, сыйлықты сәндеуге арналған шөпшеміз және тесік ыдысымыз ол қосымша ретінде ойынды күрделендіру мақсатында сіздерге бір вариантын көрсету үшін ұсынылып отыр. Ойынның атауы сыйлықтың атауын ата не болмаса сыйлықты тауып ал деп айтылады. Яғни фольгаға оралған ойыншықтарды бала өз еркімен ақырындап ашып атауын атау керек. Егер білмейтін болса, сөздік қорын көбейту мақсатында да жасауға болады. Мейлінше әртүрлі көлемдегі ойыншықтарды алғандарыңыз дұрыс болады. Яғни шеңберді де, төрт бұрышты да, үлкенді де, кішіні деген сияқты әртүрлі көлемдегі ойыншықтарды алсаңыз, баланың сипап сезу қабілеті де дамитын болады. Және де фольгадағы ойыншықты табу барысында баланың мелкая моторикасы, яғни ұсақ қол моторикасы дамитын болады. Ойынның жасалу барысы толығымен видеода көрсетілген, сол жерде жаймендеп көріп алсаңыз болады. Ал бұл ойынды көбінесе баланың көзінше емес, тысқарыда ұйықтап жатқан кезде не болмаса түнде дайындап қойсаңыз, таңертеңгілік асты дайындау барысында, қонақ күтіп жатқан кезде, асығыс шаруаларыңыз болған кезде дәл осы ойынды ұсынсаңыз, сізге өте жақсы көмектеседі деп кеңес айтатын едім. Себебі бала бұндай увлекательный деп айтайықшы, сондай ойындарды қатты жақсы көреді. Ұл бала болсын, қыз бала болсын, бұндай ойындарды өте қатты жақсы көреді. Сол ойыншықтың не екенін білгенше олар қатты қызығады. Сондықтан сондай бір қысыл-таяң уақыттарда осы ойынды ұсынсаңыз тіптен жақсы. Бұндай ойындар мен сізге гарантия бере аламын, 1 жасқа дейінгі балаларға өте қатты ұнайды. Тіптен 1,5-2 жастағы балалардың өзіне де ұнайды. Видеоның соңында Хасанның өзі қолын созып, осы ойынды қайтадан сұрағанын да көре аласыздар. Құрметті менің оқырмандарым және канал қонақтары, бүгінгі ойын ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, қолдай кетіңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытып кетпеңіз. Сол кезде менің салған видеоларым сізге хабарлама келіп тұратын болады, әрі видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Бүгінге осы. Егер қолдау білдіріп жатсаңыз, көптен көп рахмет, және келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.